Бейімбет пен Қасымжан кең далада сапар шегіп келе жатты. Жол қысқарту үшін Қасымжан бір әңгіме бастады. Бұл сұлу Шұға туралы еді. Есімбектің ерке өскен жалғыз қызы Шұға болатын. Аққұба, талдырмаш, қара көзді, көркіне ақылы сай, паңда сабырлы қыз еді. Бір күні ауылға Әбдірахман келді. Шұға оны алыстан көріп, жүрегіне от түсті. Алтыбақан кешінде екеуі жүздесті. Үнсіз ақ бірін-бірі түсінді. Бірақ олардың махаббатына кедергі болды. Айнабай деген адам өз қызын Әбдірахманға қоспақ болып айлаға көшті. Жалған жала жауып, Әбдірахманды елден алыстатып жіберді. Қасіретке шыдамаған Шұға құсалықпен ауырып қалды. Киіз үй ішінде жаны үзіліп бара жатты. Әбдірахманды шақыртты. Шұға көз жұмып үлгерген еді. Сол сәтте оған Шұғадың жазып кеткен хатын берді. Әуре боп неге біткен ажар көрік, ішіңе от түсірдің қалқам керіп. Жолына құрбан қыбем жан мен тәнді, дариға айтылған серт болмай қалды. Көре алмай ақтық минут дидарыңды, арманда жан тапсырған мен бір зарлы. Қош сау бол. Содан бері сол жерде бір белгі қалды. Халық оны Шұғаның белгісі деп атайды.